Қайырлы күн оқушылар, ұстаздар. Біз бүгін сіздерге есірткіні тұтыну және таратудың құқықтық аспектілері туралы дәріс оқимыз. Қазіргі уақытта бәрімізге белгілі, есірткі түрлерінен бөлек психобелсенді заттардың жаңа толқыны пайда болды. Олардың айырмашылықтары қандай? Қазіргі есірткілер спайстар, скорс деп аталады. Бұл бәрімізге белгілі дәстүрлі есірткілер сияқты егу арқылы пайдаланбайды, оларды шегеді, жұтады немесе иіскейді. Синтетикалық есірткілерді тұтыну адамның ағзасына өте ауыр зақым тигізеді. Ол орталық нерв жүйесін зақымдайды. Синтетикалық есірткілер тұтынған адам өмір бойына психикалық ауру деген диагноз қалады. Нашақор қорқақ, галлюциногенді немесе негізсіз қорқыныштарға беріледі. Екінші айырмашылығы, қазіргі есірткілер өзінің синтетикалық құрамына қарай арзан болып тұр. Олар жастар арасында өте қолжетімді. 2019 шілдеден бастап елімізде жаңа психобелсенді заттардың заңсыз айналымына қарсы бағытталған заң күшіне енді. Барлық белгілі есірткілер бақыланатын есірткілердің тізіміне қосылды. Олар жаңа 89 базалық атау. Есірткі құралдарының, аналогтарының атауының өзгеруі немесе есірткінің химиялық формулаларының өзгеруі бақыланатын есірткілер тізімінен алып тастауға мүмкіндік бермейді. Осыған байланысты есірткі құралдарын сатып алу ұғымына мән бере кетейік. Есірткі құралдарын заңсыз сатып алу дегеніміз не? Бұл есірткіні сатып алған адамның сол есірткіні нақты иесі екенін көрсетеді. Екінші, есірткі құралдарын сақтау ұғымы дегеніміз не? Есірткі құралдарын нақты иемдену. Есірткілер жасырын немесе ашық, уақытша немесе ұдайы, өзінді немесе ғимаратта, күндіз немесе түнде, өтеусіз немесе белгілі бір сомаға сатылып отырады. Мұнан естеріңізге салғымыз келеді. Қазіргі кезде жастардың көпшілігі қалтамызда есірткінің аз мөлшерінің болуы ешқандай да заңға қайшы келмейді деп ойлайды. Қандай да бір жағдайда, қандай бір қылмыстық жауапкершілік 14 жастан басталатынын естеріңізге саламыз. Ішкі істер министрлігі бүгінгі күні есірткі дилерлерінің белсенді түрде интернет және әлеуметтік желілерді пайдаланып отырғанын алаңдатуда. Әлеуметтік желілердің белсенді қолданушылары, олар сіздер, яғни жастар. Есірткі таратушылар жастарды оңай басқарады және солар арқылы әлеуметтік желілерде жарнама жасап отыр. Біз ағзаңызды темекімен улағанды қойыңыз, әдемі кайф ұстаңыз, одан да басқа да жарнамалармен күнде кездесіп жатырмыз. Бұл сатып алушы психобелсенді заттарды тұтынудан қорықпау керектігін түсіну үшін жасалып жатқан маркетинг қадам. Негізгі бұл сайттар елімізде сатуға тыйым салынған мефедрон, спайс және снек деген психобелсенді заттарды сатумен шұғылданып келеді. Мұндай сайттарда және мессенджерларда есірткіні сатумен басқа еш еңбексіз жылдам ақша табудың жолдары туралы ақпарат көрсетілген. Осылайша наркодилерлер есірткі өткізуге кәмелеттік жасқа толмағандар мен жастарды тартып келеді. Бұл жерде негізгі аргумент жасөспірімдердің қылмысқа тартылмауы және де егерде олар ұсталған жағдайда кімді білсең, біз туралы ақпарат жеткізбе, біз сені дереу шығарып аламыз деген пайымды үйретіп келеді. Есірткіні тарату үшін жауапкершілікке тарту 2019 жылы 27 желтоқсанда президентіміз заңға қол қойды. Көрсетілген заңнамамен қолданыстағы заңнамаға 20-дан астам түзетулер енгізілді. Соның ішінде электронды ақпараттық ресурстарды қолдану арқылы есірткіні заңсыз айналымына жауапкершілік күшейтілді. Бұл әрекеттер аса ауыр қылмыс санатына енгізілді. Оны жасаған үшін 10 жылдан 15 жылға дейін бас бостандығынан айыру көзделді. Интернет ресурстарды пайдалану арқылы есірткі тұтынуға тарту ауыр қылмыстар санатына жатқызылды. Оны жасаған үшін адам 3 жылдан 8 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Азаматтардың заңсыз есірткі айналымымен байланысты құқық бұзушылыққа бармауының алдын алу мақсатында есірткіні заңсыз жарнамалау және насихаттаған үшін қылмыстық жауапкершілік енгізілді. Осы әрекеті үшін адам 3 жылға бас бостандығынан айырылады. Қатаңдатылған жағдайда 3 жылдан 6 жылға дейін бас бостандығынан айыру көзделген. Сөзіміздің соңында айта кетейік, қазіргі уақытта қандай да бір психобелсенді заттар, мейлі ол шегетін, егетін, немесе басқа да түрлеріне қарамастан, Қазақстанда тыйым салынған есірткілерді жарнамалау, оны айналымына қатысу үшін қылмыстық жауапкершілік көзделген. Назарларыңызға рахмет.